Бүгін ұсас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султанистакова Чалышам, хайырлы ақшамлар. Қырым парламентінде анаясаға көрсетілежек дінішмелерге қол тұттылар. Құрғақлық олған вақыт Ахмеджетіні аян су анбары суынен теменетежек. Бақал белінден құм чықарылығы насыл телеке ярата ярмадының уникаль қорығыны кім йоқ етмеге тырыша. Зарема Трасинованың юзден зияды ресімі Франко одна китапханеде кечірілген сергіде тақдим етілді. Қырымчақ медениеті күні суық сала мектебінде кечірілді. Қырым парламентінде анаясаға көрсетілежек дінішмелерге қол тұттылар. Дәулет Шураның мебуслары Русия Федерациясының акимиет тәшкіл етілігі вечалышывынен бағлы қануны алғышладылар. Рей берген 69 мебустан дінішмелерге 67-сі қол тұтты. Ярмада акимиеті қайд еткені кебі Қырым сәкенлері үшін бұл қарар бірінші нәвбетте ичтимай тюз ташы. Қатырлатамыз анаяса дініштірілігі бойынша бұтын Русия рей беруі апрелінің 22-сіне планлаштырылды. Бұндан әвел дінішмелерге Дәулет Дума ве олардан сон Федерация шурасы қол тұтты. Сонра парламентінің юқары палатасы весеқаны регионларға юлады. Изменения нужны. Крым принимает, и крымчане впервые принимают участие в таком процессе. Но считаю, что вот здесь как раз надо гражданскую ответственность нам всем повысить и понять, независимо от того, кто какой придерживается точки зрения и как относится к процессу. Хотим что-то поменять, приходим и высказываем свою точку зрения. Бұтын Русия сағлық сақлав тәшкілаты дүнияда коронавирус пандемиясыны илан етті. Бұна бақмадан Русия эпидемиядан ұзақ. Бұақта Владимир Путиннің матбуат кетібі білдірді. Дмитрий Песков қайдетті ке бұақта мемлекетімізде зарарлану ве юқуджи хасталық дарқатылығы қайд етілівіне esaslanып, сөз үрсетмек мүмкін. Русияде хасталанғанларының умуми сайысы 28-ге етті. Сергей Аксенов Америка қошма штатларының сиясетіні ярымада сәкенлерінің ақ құқыларына бозған екене мен ба деп сая. Қырым Жүмхуриетінің елбасшысы Америка қошма штатлар Дәулет департаментінің марузасыны тінқыт етті. Марузада Русияде ватандашларының құқықлары бозыла деген фікір еткізіле. Бойле чықыш юксызлік деп білдірді. Қырым елбасшысы бұ ақта ВКонтакте адлы іштимай ағда ой сайфесінде язды. Ақиқатта қырымыларының ұқуқларыны тек Америка қошма штатларының сиясеті ве оның вассалары боза. Ғарып ярымада сәкенлерінің бір сыра ұқуқларыны кесе оларға рет ете. Оларны айтып кечейім. Бойледе Сергей Аксеновның фікірінже Қырым сәкенлерінің сербес шекілде кезінмесі яшамақ ері сечелеві тәсіл алмасы ве сағлық құрчыланывы бойынша ұқуқлар бұзыла. Бүгін топрақ комиссиясының топлашывы черчевесінде топрақ дамарта алмақ үшін ақы олған гражданларының жедвелі таздықланды. Яқын вақытта 396 адамға наразылық мейданлары деп адландырылған яда башқа ерлерде топрақ берілежек. Бұл шер мемориетінің ішінден сон мүмкін олajak. Қырым Дәулет Милитлер-ара комитетінің елбасшысы қайдеткеніне көре комитетінің ве шер мемориетінің хадимлері береберлікте жедвел тізітілівіне бойынша бұйық иш кечірділер. Ве бүгін комиссияның азалары бұ жедвелден кемер адамлар чықарылығы ақта қарар алдылар. Это люди, которые имеют за собой земельные наделы и имущество. Это люди, которые, к сожалению, на сегодняшний день умерли. Это люди, которые на момент 2014 года были несовершеннолетние. И, безусловно, это для них, может быть, это немного неприятная, обидная ситуация. Тем не менее, у них есть абсолютно гражданское право защищать свои интересы в судебных инстанциях, и решение суда для комиссии будет определяющим и к исполнению в полном объеме. Умумен Ахмеджетте 13 наразылық мейданы бар еді, олардан 8-ден невбетте тұрған адамлар енді топрақ алдылар. Қалған 5-і бойынша меселе бұл ел чезілежек. Невбеттеке басамақ Қырымның женюбей ялысыдар. Очень сложный регион, там недостаточно количество свободных земель для предоставления, например, компенсационных земельных участков. Тем не менее, я убежден, что мы найдем правильное, законное решение для решения данной проблемы.
Қырым пайтақтыны бүгін яны эйкел яраштырды. Журналист Балқурт Тунч эйкелі Ахмеджетнің мерkezінде ерлештірілді. Оны Россия сегодня матбуат мерkezінің açılуына Верия новости сайты çalışы башланғанына бағышладылар. Журналистлеріні кімлер хайрылғаны ве хаберлерінің темел мейданында насыл иш алып барылғаны ақында Мухаммед Зекирияев біле. Россия сегодня матбуат мерkezінің açılуы 5 жылығы қайт етілі. Ахмеджет мерkezінде журналист Балқурт Тунч эйкелі ерлештірілді. Хадемлеріні қайырламақ үшін Қырым Жемхуриеті ичкі саясет мәлімат ве бақ визирінің муавины келді. Тешекернамелеріні ве гуллеріні Вадим Первых лихаларының реберіне Анна Дятловаға бере. Была идея изначально пчел. Бүгінгі күнде информацион агентлікті 40-тан зияды қадим чалыша оларының арасында журналистлер, сес режиссерлары, муарерлер ве қабир алып барыжылары. Продолжаем эфир радио «Спутник» в Крыму. В студии Ирина Мульт. Здравствуйте. Спутник радиосында алып барыжының ишыны сес режиссера Геннадий Мазаев көзеті. Обязанности звукорежиссера – это хороший, качественный звук, чтобы крымчане слышали все. Слышали и приятные новости, слышали и критическую информацию, слышали правдивую информацию, информацию, которая будет интересовать, которая будет волновать и которая будет заставлять и думать, и верить в лучшее. Это зависит и от нас, и от журналистов, которые здесь работают, и от сигнала, который мы отправляем в эфир. Эфир – это огромное пространство. Вот здесь и творятся новости. Журналистлер bu yerде мәліматыны, яғни Жемхуриетімізді юз берген en актуаль Одессе вақияларыны огренелер. Алексей Гончаров, Россия сегодня региональ бөлігінің шақси мұғбира. Оның баш вазифесі Риа Крым сайты үшін доғыру ве en esасы мерақлы қаберлеріні язмақ. В журналистике я уже 10 лет. Честно говоря, не думал, что когда-то попаду в эту профессию, что стану журналистом. Я по образованию политолог, но вот так сложилась судьба, что окунулся в эту сферу, в нее вошел и как-то вот так вот закрутилось, что вот сейчас уже даже как-то и не мыслю себе без этой деятельности. Россия сегодня малюмат агентлігі bu Ахмеджетті ilk федераль кутлеви малюмат вастасыдыр. Наше подразделение «Радио Спутник» находится более чем в 30 странах, и голоса многих этих стран присутствуют в нашем эфире, ну, поскольку сейчас современные средства позволяют это делать. Мы выводим в эфир сотрудников нашего радио в разных странах и сами к ним также включаемся в эфир с актуальными событиями, рассказываем об актуальных событиях, которые происходят в Крыму. Бүгін Россия сегодня агентлікнің хадимлері Земаневи журналистның образына әбеделештірділер. Бұнен берабер ньюсмейкерның сады олған амма мирақлы ішіні көстерділер. Темел оларақ Ахмеджет тимсаліні алдылар. Бұл Балқурт. Бөлелер пайтақта 30-нан зияды ве әрбірі өзджесіне мирақлы. Мухаммед Зекирияев, Максим Турчев, Милет Учон. Бақал белінде қом қанунсыз қазып шығарылуы себебінден 52 миллион рублейлік зарар. Қоруқ зонасы yok етілігі үшін кім жаза чекежек? Бұл ал ярымада экологиясына насыл тесір еті ве Қырым Мальдивелерінің сақлап қалмақ имканы бар ма? Жевапларына Илмаз Аблакимова біле. Бір тарафтан тынч дениз ве Қара денізінің мас-мавы сув. Башқа тарафтан есе біраз далғалар. Уникаль ер Бакал беле. Қырымның бұ ері елда чоқтан-чоқ туристлеріні желпеті. Амашымды бұ топрақ ве хум яваш-яваш сувға бата. Башында белінің ұзынлығы 12 километрны тышкелеті еді. Олардан 5-тен зиядесі Каркинит көрфесісін акваториясыны теренден кесе еді. Топрақ сувнен юлылмасы 9 елевелсі башланды. Бұ ерде бұрын ве ада айырылды. Машиналар кечкен yolda bozuldu, ondan tek көстергіч қалды. Yerli falciler ve bloggerler bu meseleni көтеріп başladılar. Cemaatçılığının dikkatini celp ettiler. Bakal Beli Yaşa деп adlanған акция keçirdiler. 67 лет я живу, вот такого никогда в жизни не было. Никогда. Мы свободно ходили, вот в Косу там был маяк стоял, мы к маяку ходили, сейчас маяк уже смыли, нету маяка.
Бел сувнен ювылыву тезлешкенінің себебі. Эка юж разведка адлы ширкет буерде хум қазып чыхарғанынен бағлы. Она рухсет тап Украина деверінде берілді. Sonra 2014 senesi олар весиханы девам ettirdiler. Весиханы федераль агентлік берді. Эркун топрахнен хум ярымаданымыздың харитасындан yok ола. Қырым елбашчысы Русияның федераль прокуратурасына мураджат еткен сон тешкірюв кечірілді. Нетижеде лицензия қайтарылып алынды. Нам обещают, что не будут брать песок. Все равно корабли стоят. Мы же видим ночью, они выходят, в ночь выходят и берут этот песок снова. И снова, и 2 корабля, и 3 выходит. Люди все видят, понимаете? Бүгінгі күнде хум қазып чыхарылыву энде 2 миллион рублейлік зарар кетірді. Сегодня мы видим, то есть по карте, по схеме, что суда продолжают двигаться, но вообще я считаю, наглецов надо учить. То есть вот здесь уже такая ситуация принципиальная, раз мы уже, ну, так сказать, вышли на тропу войны, надо доводить до конца. Все должны компенсировать ущерб в случае отсутствия компенсации. Кто-то должен отбывать наказание и своим трудом на лесопилке восстанавливать, то есть как бы наши богатства. Şimdi bu iş mahkemege keçirildi ama kanunsuz faaliyet ekologik sistemada aksoluna Kızıl Kitap'a kirsetilgen bakal belinin flora ve faunası için hum yok oluvu deşirtle desege çevirili. Вообще нужно понимать, что Бакальская коса – это такой уникальный природный объект, который образовался в результате вдоль берегового перемещения песчаных наносов. И понятное дело, если их убрать, то через год-два сам факт существования Бакальской косы будет ставиться под сомнение. Туристик бизнескеде zarar ketirildi. Havexaneler ve pansionatlar xapala. Serovодород yaramay xokusu sebeminden rahatlanğanlar kelmeyler. Bakal belinin meselesi lisenziya beriluf yolu mükemmel olmağanının bağlı. Ruhsatını federal organlar bereyler. Regional hakimiyet ise bunu bilmey. Sergey Aksyonov Xanovga dinişmeler kirsetmege teklif etti. Yani yedekleri kullanılığına ruhsat lisenziyalar beriluvu yerli hakimiyet organlarının uygunlaştırılacak. София Шукурова, Альмас Аблакимова, Эрвин Эмиралиев, Миллет учун. Cumhuriyet'nin Cemaat Көзетіже комиссиясы Қырымда инсан ақуқлары бойынша векелетлі шахыснен işbirlik ақында аңлашманы имзалады. Весиқа апсты болынған шахысларының ақуқлары riayet etілуіне айыт olacak. Esas meselелер арасында Лариса Панасюк Қырымда тибби тәмин ету суаллеріні ve ijtimai vaziyet denişuvini qaydetті. Umumi комиссия тәркібінде тешкірулер keçirilecek. Оларның мақсады şikayetlerinin бақылығы ve гражданларға ұқуқи ярдым Мы будем взаимодействовать, мы объединим свои усилия со стороны общественного контроля, общественной наблюдательной комиссии и нашего государственного контроля со стороны уполномоченных по правам. Федераль хавсызлық хизметінің хадимлері Хизбут Тахрир экстремистик тешкилатының тарафдарларыны яқаладылар. Тінтувлер Бақчысарайда ве Бақчысарай районында кечірілді. Шекленілген 4 адамдан телефонлар Русияда ясақ етілген эдебият ве электрон ташыйыcılar чекіп алынды. Яқаланғанларға низбетін жинайы иш açıldı. Қырым Гумрюхханесінің хадимлері араба içinde сақлы ерні таптылар. Оның içinde 2 бурун тапылды. Оларның içinde марихуана. Тешкирев Джанко Икечев ноқтасында кечірілді. Четел арабанын сайыбы Украина гражданы. Нахлиет вастасы ве тапылған шеллер Гумрюххане ноқтасының хадимлеріне теслим етілді. Ер кішіген ізбетен жинайы иш açılды. Джанко районының махкемесі қанун бұзуcını 2 айға апске алды. Шымды тақиқат ішлері алып барыла. İktisadiyet nizamı başlandı. Ahmedjet Suf anbarının kolemi aman-aman 2 kerege eksildi. Bu yağanaklar az olğanına bağlı. Mevzunun devamı levhamızda. Страны намного беднее воды, с водой и живут прекрасно, великолепно. Мы привыкли, что нам все из рога изобилия. Наши водохранилища пополнились весенними паводками, так что все будет нормально. Мы, крымчане, любим нашу воду, будем беречь ее, правильно использовать, никому не дадим обижать наши реки, озера. Даже дождь наш крымский необычный. Воды у нас будет много всегда. Қырым пайтақтының сәкендері еменлер су меселесі yok ve пейда olmaz. Амайса сон барының тышқы көрінішінден сақынмақ мүмкін. Чөплік, пытақлар ве медиаларының ракушкалары су içinde ve onun төпесінде болынған шелер шымды топрақ үстінде ята. Бүгін Ахмеджет суан барының сайлары Сахарадаки құрғақлықны андыра. Да ярым ел велсі bu мейдан суынен толы еді. Шымды есе аяқларымыз түбіндегі топрақ құрып қалды. Гидрометео мерkezінің малыматына көре, су едеклері кечкен ел көстергічлеріне баққанда 2 кереге эксілді.
Эрши Муреке пама 2016 сенесі кыбы критик ноқтада дегіл, умумен вазиет стабиль. Пока, то есть, ничего не поменялось, не улучшилось и не ухудшилось. Вот несколько дней дожди были, дополнительные притоки были, по 120 тысяч кубов практически в день получали. Сейчас прогноз погоды опять, то есть ожидается похолодание и дожди. Буненбурге февраль айының яғанақлары су едеклеріні толдырса бөле бұ аз олды деп қошты Аксенов. Ярмадамызда альтернатив суын бары бар бұшымхай көндекі аян суын бары. Оның теренлігі 25 метрге яқын. Бұ 100 елық дамбада су толы көлімде сақланылақ. Междете құрғақлық олса шер тамамындан су алacak. Алушта сақ керіч судақ векезлев кабы шерлерде есе дифференция тілген тарифлер көрсетілежек. Аксеновның фікіріне көре, бұл су құлануыны эксілтежек ве суға аз жапара төленежек. Хатырлатам дифференция тілген тарифлер көрсетілігі бойынша пилот лейхайында судақта ве новый свет деген ерде амелле кечірілді. Мутығазыслар кечірген талил көстергені кабы бұчари иқтисади джеттен керек ве адамларны суф ресурслары иқтисат этмеге желпеті. Дифференция тілген тарифлер көрсетілген берлі суф ишлетуы бір мескен ноқтада аман-аман 14%-ға эксілді. Лейхана Ирбір шер жыварының табиат хусусетлеріне бақып, тек жымачылықнен музыкеретувден сон көрсетті башлайжақлар. Фатиме Сейдаметова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Коммуналь хизметлерінің мақсус донатмалары ве ағыр техника бүгін Ахмеджет мерkezінде тақдим етілді. Бұл сергіні мескен коммуналь хожалықның ішчілері күні арфесінде тешкіл еттілер. Өз денат байрамыны олар март 15 күні қайт етежеклер. Sıcak ве темізлік сақлағанларының насыл хайырлағанлары ақта Фатиме Сейдаметова біле. Шернің соқақларында ерсаба темізліктен башлана күн девамында кічік мақсус жиштырған машина мерkezні чөпліктен ве тоздан темізлей. Думен Огондешев Кеп Дувилеев мескен коммуналь хожалық сасында тек бір ел чалыша бұл вақыта өз жиштыру техникасына пек алышты. При движении счета, говорит, он пыль загребает, а внизу он там под колесами находится пылесос. Обыкновенный, нормальный, маломощненький пылесос, который убирает вот здесь вот всю пыль. Подбирающий при движении вперед. Адамларға файда кетірмек бұйық қуанчтыр дей трактор жеве юзунде тебе сен пейда ола. Хорошо, чисто становится с нами, так? И людям приятно, и нам хорошо. Бұл ерде есе Крым теплокоммунэнерго идересінің техникасы ве оның яңы донатмалары тақдим етілді. Оларның арасында асфальт кескен алет, су чықарылуы үшін помпа ве гидравлик домкрат. Поднимает легко. Может плиту перекрытия любую поднять. У него выход штока очень высокий, то есть где-то до 1,5 метра. И все оборудование гидравлическое, на гидравлических маслостанциях работает. Бойпсы донатмалар теплотрассаларда пейда олған қазай вазиетлеріні чөзмек үшін кереклі. Мескен коммуналь хизметнің мақсус техникасы ве алетлерінен бүгін Ахмеджетнің мерkezінде танышмақ мүмкін. Коммунальщиклер тамам оларның ярдыманен өз халқына хизмет етіп, онайтлы яшайыш шаретлеріні яраталар. Рус драма театрының залында везірлер шырасының рейсі оларға яқшы çalışқанлары үшін тешекернемелер ве мүкефатларнен тақдирледі. Эмде Юрий Гацанюк мескен коммуналь хожалығының кечкен елық нәтижелерін чықарды. Если говорить в сфере региональной программы ремонта капитального на квартирных домов, отремонтировано более 250 домов, отремонтировано 21 общежитие, отремонтировано, сделано 32 фасада на квартирных домах. Если говорить о благоустройстве дворовых территорий, общественных территорий, более чем на 190 миллионов рублей благоустроенной территории. Сделаны 24 детские площадки в 24 муниципальных образований. 1988 сенесінден бірле мескен коммуналь хожалық хадимлерінің зенат байрамы март айының 3-ші базар күні қайдатылы. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымчақлар адлы медени меркез яратылығы Қырымчақ музейлерінде хатыра экспонатлар ве пирковлар айлесінің фаджалы икеесі. Бұл ақта халықлар дослығы евінің хадимлері суық сала кой мектебінің талибелеріне тариф еттілер. Тәдбір ұлы ватан женкінде ғалибенің 75 жылығына бағышланды.
80% нашего народа было расстреляно в этой войне, поэтому это очень важно, чтобы наше новое поколение, будущее поколение об этом знало и помнило, и чтило своих родителей, своих родных и близких своих героев. Бүгін мұнда 400-ден зияды талибе тәсіл ала, олар чешіт миллет векіллерідір. Ұжаларының сөзлеріне көре эпосы талибелер Жумхуриятымызды яшаған халқларының тарихыны білелер ве урмет етелер. Бұндан ғайры муистеде ватанперверлік тәдбірлері сықалда кечіріле. Мы максимально стараемся, чтобы наша школа участвовала во всех таких мероприятиях. И вот начали сотрудничество вначале с обществом Крым-Чахвар. Надеемся и на дальнейшие какие-то проекты совместные с ними и с другими национальными обществами в Крыму. Мешір ұста чешіт мүкефатларының лауреаты Қырымда нам қазанған ресам. Бұ Ш. Зарема Тарасинова аққында. Франко адына меркези китапханеде оның шақси сергісі açılды. Яны эсерлерінің Әджие Исаева да көрді. Я правда не знаю, как я почувствую. Мешур Қырым татар ресам Зарема Тарасинова оның шақси сергісіне келген мұсафырны тасвир ете. Юзлерже серджілер үгіндеке мастер-класс айрете қалдыра. Екі даққа бір қачарекет ве портрет азыр. Бұл Қырым фотографы Леняра Абибулаева үшін оригинал ве ұнытылмас бір бақшыш oldu. Қыз Зарема Тарасиновадан ресім алмаға чоқтан арз етейді. Ләкин бұл вақая сергіде ве камералар üzerinde yüz бережігі ақылынан білек келмейді. Наверное, как говорят, мечтайте, и мечты сбываются. Потому что вот настолько неожиданно вдруг и за 2 минуты вот такое, это просто... Залда Қырым ресамның icadına kıymet kesken 60'tan zede vatandaşımız toplandı. İcadkar insanın yakınları, tuğanları ve muhlisleri Zarema Hanım'ın sıcak teriklerinin ve güldestelerinin hayırlı aylar. İnce, zarif ama bunun birge emin sızıklar. Zarema Tarasинова kitap illüstrasyası ve grafika sahalarının ustasıdır. O 1939 senesi Ahmetçik'te doğdu. Bedi okul yurtunu ve institutunu bitirdi. Bugün onun eserleri bütün dünyada belli. Halkıma yardım edeyim, bir gönülge bir ne hoşayım, sevgi hoşayım bu yaşayışa deyip bizim milletke güç vermeye tırışaydı. Nasıl etip buna bu güçün bereydi. Ustanın arzusu gerçekleşti. Bu onun en büyük sergisi oldu. 100'den ziyade resim takdim edildi. Bu onun işlerinin tek bir kısmıdır. Путь художника – это трудолюбие, это колоссальный труд, который вкладывается, и ничего не бывает случайно, не бывает того, что ты написал гениальную работу, впервые сев за стол. Посмотрите на Зарему Ханум, она более 60 лет в профессии, 60 лет, вдумайтесь, и 60 лет художница творит, она радует своих поклонников тем, что она делает. Они не зря говорят, первая среди лучших, и это действительно так и есть, первая среди лучших. Экспозицияны романтик композицияларда яраштырды. Оларның ресам ашық өмерге бағышлады. Бұның бір сырада портрет, пейзаж, натюрмонт ве график эсерлерде бар. Сергіде Амели сүслі санатымен бағылы шақси ішлерді тақдим етілді. Милли кілімнің Зарема Ханым та Ташкентте нағышлап башлады. Ветте Қырымда бұл бұйық ішінің соңына шықты. Есть художники, которые сегодня, исследовав архивы музеев, исследовав то, что делалось искусствоведами за пределами Крыма, уже опираясь на это, делают профессиональные работы. Зарема Ханум все делала по наитию. И самое важное, что спустя много лет, когда эту работу впервые и единственный раз представили в Бахчисарайском музее, ей специалисты сказали, вы угадали, вы сделали действительно работу, которая соответствует духу крымско-татарского искусства. Зарема Ханымның да çok eserlerini de bir kimse көрмеді. Misal olarak mana bu Қырым manzarası müellif için Қырым er-vaqt icadının temeli ve ayrı yerini algan mevzu edi. Çok işler var. Ben onu çoğusunu көрсетмедім мында şimdi. Bu kitapмен bağlı işler sonra. Ama Қырымға bağışlanған bek çok işlerim var. Бахчисарай taraftan doğdum. Mına bu tam bizim Kaçet den vadide onu ozen boyu
Ilk кере сержилер милли киемлер кийген коклаларын да көрділер. Оларда Зарема ханымның эллерінен яратылған. Коклалардан бірі мешур актриса Зоре Белялованың санайы сымасына акс ете. Мне очень приятно, что мы смогли отдельно представить 4 работы, посвященные маме Заремы Ханум. Я думаю, что если вы обратите внимание, это великолепная графика. Я думаю, что если бы мы сегодня в музеях Европы показывали бы этот портрет, это на высшем уровне сделано, это вызывает огромное восхищение, и я даже позволю себе сравнение с графикой Рембрандта. Выдающийся гений эпохи Возрождения, и вот сегодня Зарема Ханум. Если вы будете ставить эти работы рядом, поверьте, не проиграет. Зарема Трасинованың инже ве мераклы ижадынен бу айнын соңына таныш олмақ мүмкін. Наджия Исаева, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Бүгін ақшам Крымский консенсус ток-шоусының нәвбеттіке чықышыны сейір айтанасыне үшін дәнішмелер о қадар мойым. Мемлекетімізде ве девлет идарелігінде не дәніші біле. Инкишафның темел қойыжы йөнелішлеріні тарихи мөмлігі неде. Бұл суаллерге жевапларыны экспертлер ақшам саат 8-де Миллет телеканалында бережеклер. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.